Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Аяжан. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күлше нан әзірлейтін боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап ерітіп аламыз. Бөлме температурасында еріген сары майымызды салып, үстінен құрғақ дрожжымызды салып, жақсылап ерітеміз. Дайын електен өткізілген ұнымызды аз-аздан бөліп салып қамыр илейміз. Ұныңыздың тығыздығына байланысты қамырды жұмсақ етіп илейміз. Мен қолданатын ұн бірінші сұрыптағы Агролюкс ұны болып табылады. Жақсылап қамырымыздың июін қандырамыз. Қолымызға жабыспау қажет, және де ыдысымыз таза болып, қамырымыз жұмсақ болып иленуі қажет. Дайын болған қамырымызды жауып, 2-3 сағатқа жылы жерге ашу үшін қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды енді бөліктерге бөлеміз. Таразы болған жағдайда 100 граммнан бөлсеңіздер болады, ал егер таразы болмаған жағдайда көз мөлшерінде теңдей етіп бөлсеңіздер болады. Бөлінген бөліктерді дөңгелек етіп суалалаймыз. Суалаларымызды 15-20 минутқа бетін жауып, тағы да демалдырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін күлше нандарымыздың формаларын жасаймыз. Қатты баса берсеңіздер болады. Күлше нандарымыз піскенде қайтадан дөңгелек болып, әдемі болып ісініп шығады. Дайын болған күлше нандарымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және де әсемдік үшін мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Осы кезде пешімізді қыздырып, қызып тұрған пешке 250 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне, әдемі күлше нандарымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.